Кеш жарық болсын. Бізде жаңа газ елуіш автокөлігінің моторын жинап қойдық. Енді коробкасын қарап жіберіп жатқанбыз. Енді сол коробканың первичный валын шығарып алды. Жаңа подшипнигін ауыстырып, подшипнигі нашарлау болғасын. Так, на подшипнигіміз, подшипниктің андай қаралған жерлері болды. Сосын люфті болғасын, бос болғасын, сосын андай болып созылып кеткен. Көресіздер ме, мынандай жерлер созылып кетіп, енді шамадан кейін енді істен шығуы мүмкін. Сондықтан басқа тың подшипник ауыстырып жіберіп жатырмық. Енді бұл первичный вал екі түрлі болады екен. Біреу мынадай стопырлы, екіншісі мына гайка резьбамен бекітілетін. Енді бұл резьбаны бағанадан бері аузымыз ұрлап мына аша алмай отырсақ, бұл теріс резьба екен. Негізі бұл сағат тіліне қарсы ашылу керек қой. Бұл сағат тілімен бағыттас ашылады екен. Сағат тілімен бағыттас ашылады екен. Соны түсіндіріп айтып кетіп жатқаным. Енді бұл ютубта бар, енді сонда да қазақтың қарапайым тілімен жеткізіп кетіп жатқан жайым. Сосын ішін настопыр. Настопыр менде бір жағында бір стопыр тұр. Соңғы жағында тағы бір стопыр тұрады екен. Ол төменге жатып қалған екен. Сосын подшипник дұрыс тұрмайды екен. Bir жағында стопыр жеп тастаған екен. Қалды көрсетейін. Міне стопыр, бір жағында бір стопыр. Соңғы жағында екінші дополнительный стопыр тұрады. Ол подшипникті ұстап тұрады екен. 14 подшипникті. Соны айтып кетейін деген. Жаңа қазір подшипникті орындарына қойып шығамыз да, первичный валды салып, стопырымызды жабамыз, коробкамыздың стақанын кигізіп жоғамыз. Бұйыртса, Алла бұйыртса. Жақсы, рахмет, баршаңызға сәттілік.